Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен қажетті суынан арылған 9% сүзбеміз қажет. Үстіне бөлме температурасында тұрған сармайт саламыз, және де қант саламыз. Қопсытқышты салып, жақсылап шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Егер сүзбеңіз сулы болса, марляға салып, суынан бөлек ажыратып алсаңыздар болады. Достар, видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жақсылап мұқият езіп алдық. Енді келесі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Жақсылап қолымызбен қамыр дайындайтын боламыз. Жақсылап мұқият қолымызбен әдемі қамыр дайындаймыз. Неге бізде осындай қамырымыз дайын болды. Енді пищевой пленка немесе салафанға орап 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр қайсысын домалақтаймыз. Қолымызбен домалақтап шығамыз. Енді оқтаудың көмегімен қамырды жайып шығатын боламыз. Орташа қалыңдықта жаямыз. Енді кескіштің көмегімен дәл осы видеодағыдай кесіп шығамыз. Бетіне аздап қант сеуіп жүрсеңіздер де болады. Енді қамырдың бас жағынан дәл осылай кесіп шығамыз. Дәл осы видеодағыдай жасап, рогаликтерді осылай орап шығамыз. Мінеке барлығын жасап алдық. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырларымызды, рогаликтерді орналастырып шығамыз. Және де пешімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаймыз. 150-180 градустың арасында 20 минутта пісіріп шығамыз. Мінеке достар, біздің рогаликтеріміз әдемі болып пісіп шықты. Өте жұмсақ болады. Өте қарапайым әрі тез, оңай жасалады. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Және де арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.